Оралхан Бөкей, Биған. Кезекті демалысымды алып, ауылға жол тарттым. Алматыдан тым ерте шығып, ұшаққа отырып, Өскеменнің аэропортынан түстім. Ығы-жығы, халық тым көп. Аэропорттың іші қапырық. Адам есі терден тұншығып, өліп кете жаздайтындайсың. Бір мезетте бүйірімнен біреу түрте қалды. Жалт қарасам, Биған. Кәдімгі өзіміздің Биған. 50 жылға сотталып, 2 жылдай отырып аман-есен оралған. Орыс келіншегін алып, одан 11 бала сүйіп, жылына 2 ағай жұмыс істейтін. Қалған күндері қысты күні қоянға тұзақ құрып, көктем, жаз, күз айларында балыққа ау құрып жүретін, құйрық басып 5 минут отыра алмайтын Биған. Ой, Орашан, жаман құдаңды танымадың ба? Шөкен ғой деп кеудесін қағады. Мен шынымен де состиып, ыңғайсыздау тұрып қалған екенмін. Алақанымды созып амандасайын деп едім, алақанын созбадым. Таң ертең тұрғанда бет қолымды жумаған едім. Бәрібір де сенген жоқпын. Ол кісі әр нәрсені істер алдында қырсықтықпен істейтінін бала кезімнен ақ білетінмін. Шөкеннің қолында Өскеменнен келе жатқан 7 тиындық тұзы бар екен. Шөкен түске дейін жұмыс істейді. Түстен кейін аштан қалса да жұмыс істемейді. Нинаның бала оқытып тапқан ақшасы мені қосқанда 12 баланы асырай ала ма? Жетпейді. Тым болмағанда кәмпитке де жетпейді. Сондықтан алдымнан балаларым шыққанда ұялмайтындай болып, тым болмағанда бір тұз алып берейін дейді. Аудан орталығынан ауылға дейін автобуспен бірге бардық. Биған жол бойы ішек-сілеңді қатырып әңгіме айттым. Автобус ауылдың шетіне келгенде Биған: біз не көрмедік? Баяғыда бір әйел айтқан екен. Мен не көрмедім? Қасқыр да қамады, байсал да сабады депті. Құда бала, сау бол деп жол жөнекей Биған түсіп қалды. Өз үйім, өлең төсегім деп аунай бергенім сол еді. Біздің есік ашылып, әлдекім кірді. Дауысын естіп жатырмын. Саусың ба құдағи? Қол аяғын қақсағаны қойды ма деді. Шүкір, күн бұлттанса